біреу Баян Жаян, біреу жаңағы Динара, екеуі бір екі бай еркек ұстап алған. Қазір деген тек жерге түкірігі түспей тұр сол екеуі. Бірақ істеп жатқан бір қазақша сөйлеп елде жаны ашпайды. Істеп жатқандарын бәрі тек ол өздері пайдайды сол жаққа ешкім. Мына әйелдің әңгімесін бірнеше күннен бері көзім шалады әлеуметтік желіде. Енді Баян мен Динараның орнында кез келгеніміз болуымыз мүмкін. Желіде есіп жүрген осындай жел сөзге, адамның абыройына нұқсан келтіретін сөзді былапыт етіп, аузына келгенін айтуға бола ма? Ана кісі жауап береді ау, маған қарсы арыз түсіру мүмкін ау деген ой бар ма адамда, жоқ па? Мынандайға құқықтық баға берілу керек. Сенің жеке пікірің, бірақ адамның жеке басына тиісіп, оған абыройына нұқсан келтіретін сөзді жаю, бұл заңға қайшы нәрсе. Бұны тоқтатуымыз керек деп есептеймін. Баян мен Динара менің әріптестерім, өз деңгейінде жұмыс істеп жатқан адамдар. Сен оған бағаңды беруіңе болады, бірақ адамның жеке басына тиісіп, оған нұқсан келтіріп, оның атын қорлауға ешкімнің де хақысы жоқ деп ойлаймын. Сондықтан кешіріп қойыңыз, мынандай базардағы әпербақан мінезді қою керек деп есептеймін. Бұл қоғамға жақсы үлгі емес. Соты болды, өздері түсінбейді не болып жатқанын. Айтпай қойған не керек бар. Тағы созды білмеймін, орысша білсе, қазақша білсе, орысша болды айтып білмеймін. Не істеп жүргеніміз өзіміз білмейміз. Бір адам өлтірген адамды бұлай соттамас. Тағы ұзаққа қалдық. 15-не болды. Иә деп жатқан не істейміз енді? Не істейміз оған? Ештеңе де істей алмаймын ондайға. Үкіметтің адамымыз бізге бәрі бұл. Жеңгенде де жер көтереді де жеңілсек. Жер көтереді ол. Жеңіліп қалсақ та. Білмеймін, не дегенді түсінген жоқпын мен сол. Бұйырғаны болады да енді. Ол да ерінбейді екен. Мен ондай парақшама салып ештеңе таратпаймын ғой мен. Осылай айтам, қалады ғой сол айтқан жерінде. Өзім де білмеймін, сол айтты ба айтқан жоқпын мысалы. Не паймын. Солай ғой. Ашуланғанда айтам, өзі ауру көктем деп біреу айтты, соған айттым дедім. Өтірігім жоқ. Действительно, содан көтеріп болмас танымаймын ғой бүгін жектер. Маған не керек бар, боққа да керек емес қой. Өздері адам ғой көтеріп жібереді ғой солай. Өздері көтеріп жібереді адамды. Көтеріп кетсем тоқтамаймын, көрдің ғой, дырылдап алып тайдым. Динараның соты болды, өздері түсінбейді не болып жатқанын. Хочу поделиться с вами своими мыслями на тему, что делать, если вас оскорбили. К примеру, в социальных сетях. Не нужно вступать в конфликт, не нужно ничего писать, нужно это дело просто зафиксировать нотариально. У нотариусов есть такая услуга. Даже потом, если этот паблик будет удален или там прямой эфир, не страшно. Все, зафиксировали, затем уже там хотите, можете подать на экспертизу, чтобы доказать, что это действительно оскорбление. И затем уже идете в суд. У нас сегодня было очередное судебное заседание по делу Багдыгуль. И мне нравится ее новая тактика. Она, оказывается, не знает, кто я. Ее адвокат говорит, а почему вы решили, что именно вы Динара Саджан? То есть они поменяли тактику, теперь они решили не извиняться, а решили сделать вид, что они вообще не в курсе, кто мы, и вообще говорили про другого человека, то есть оскорбляли другого. То Стар Салем